Армысыздар, Ербис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамедқызы. Бүгінгі хабарымызда. Газ тарту керек пе, әлде орталық жылу ма? Экология вице-министрі Павлодардағы жеке меншік сектор мәселесін қалай шешуге болатынын айтты. Екібастұздың ауылдық елді мекенде балықшы суға батып кетті. Назарбаев, Луговая, Қайырбаев, Лермонтов коммуналшылар бір мезетте 3 көшедегі шұңқырларды жамауда. Қайта жаңа жыл келді. 29 наурызда қоқысқа шығарылған шыршаға қатысты оқырмандар ойларын айтты. Бағдарламаның демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты, әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Аймағымызға Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар вице-министрі жұмыс сапарымен келді. Жомарт Әлиевпен кездесу барысында азаматтарды қоршаған ортаның ластануы, өнеркәсіптік кәсіпорындар әсері, тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу және тағы басқа мәселелер толғандырды. Әріптесім жалғастырсын. Кездесуге қатысушылар Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар вице-министріне өз ойындағы сұрағын қоя алды. Қоршаған ортаның жай-күйі павлодарлықтар үшін ең өзекті мәселелердің бірі. Павлодарда үлкен жеке сектор бар. Мысалы, қыста аяз болған кезде тұман, түтін тұратынын қала тұрғындары көреді. Ал егер ертең бұл газдандыру немесе орталық жылумен жабдықтауға қосылу арқылы шешілсе, онда үй пешінен шығарудың бұл әсері бірден төмендейді және ауа сапасының қалай тазаланатынын бірден байқайсыздар. Кез келген өнеркәсіптік аймақ сияқты Павлодар облысында да қоршаған ортаның ластану мәселесі бар. Сонымен қатар жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар эмиссия үшін төлейді. Экологиялық кодекс бойынша ақша табиғатты қорғау іс-шараларына бағытталады. 2021 жылы экологиялық кодекс күшіне енген сәттен бастап табиғат пайдаланушылардың барлық төлемдері облысқа жіберіледі. Аймақтық бюджеттің оларды табиғат қорғау іс-шараларын іске асырудан басқа мақсаттарға жұмсауға құқығы жоқ. Павлодар облысында экологиялық жағдайды жақсарту бойынша жол картасы әзірленді. Қазірдің өзінде тармақтардың көп бөлігі іске асырылған. Бибінұр Хамедқызы, Альфия Омарова, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Павлодар облысына іс-сапармен Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттары келді. Бұл ретте бірқатар кәсіпорынды аралап қана қоймай, аймақ мәслихатының мүшелерімен кездесу өтті. Жиында қаржы және бюджет саласындағы өзекті мәселелер сөз болды. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттары жұмыс сапарын облыстық мәслихаттағы кездесумен бастады. Жергілікті халықты толғандырған түрлі мәселелерді талқылау, негізінен бюджетті орынды жұмсау, маңызды әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға қатысты еді. Ертіс Баян өңірінің халық қалаулылары сенатқа сұранымдарды жиі жіберіп тұратындығы да айтылды. Қысқа уақыт аралығында Павлодар облыстық мәслихатынан сенаттағы біздің бюджеттік комитетке өңірдегі қаржылай тұрақтылық мәселесіне қатысты 50-ге жуық өтініш келіп түсті. Олардың біразы шешімін тапса, өзгелері әлі қарастырылып жатыр. Өзекті деген сұрақтарды іс-сапар барысында да талқылайтын боламыз. Мәслихатта көтерілген сұрақтарға сәйкес тиісті шараларды іске асыру сенаторлардың бақылауына алынды. Елордалық меймандар бірқатар кәсіпорындарды аралап, Мойылды мен Екібастұз қаласына баруды жоспарлаған еді. Дархан Бекешев, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Екібастұзда балықшы суға кетті. Алдымен оны із-түзсіз кеткен деп іздеген болатын. Артынан құтқарушылар денесін алып шықты. Оқиғаның мән-жайымен түсірілген суреттер әлеуметтік желі жаңалықтарында. 1951 жылғы ер адам 28 наурыз күні Екібастұз қаласының Шідерті кентінде орналасқан 7-8 сорғы ауданында жоғалып кеткен. Жақындары оның таңғы 7-де жеке автокөлікпен балық аулауға шыққанын жеткізіп, кейін байланысқа шықпай қалғанын айтып дабыл қаққан. Кешкі 5-тердің кезінде немересі көлігін тапты. Артынша құтқарушылар іздеу жұмыстарына қосылып, балықшының денесін судан алып шыққан. Қазір балық аулауға ең қауіпті кезең. Абай болу керек. Ал мына бейнені біздің редакцияның телефонына Успен ауылының тұрғыны жіберді. Айтуынша бүкіл ерген қарсы үйінің ішіне дейін кіріп кеткен. Қандай да бір адамдардың шұғыл әрекеті байқалмайды, соған қарағанда төтенше жағдайлар мамандары ол үйге жетпеген сияқты. Осы арада құтқарушылар күндіз-түні жұмыс жасап жатқан жұмыстарын бейнеге түсіріп есеп беруде. Айтуларынша облыс жолдарында қазіргі таңда қиындығы жоқ. Қарды уақытында шығару керек. Бұл соның салдары. Кезінде бұдан да көп болатын қар деген ауылдың сыртына шығарып тастайтын. Мына шыршаның да уақыты келген сияқты. Қоқыста жатқанына қарағанда есі көктемнің келгенін енді сезіне бастаған секілді ме, оқырмандар пост астына өз ойларын жазды.
Ерте лақтырып тастапты ғой. Әлі алда мамыр мерекелері бар. Ар жағында жарты жылдан кейін қайта жаңа жыл келеді. Дұрыс, Қазақстанда жаңа жыл наурызда келеді. Енді лақтырып жатқаны жақсы болды. Нет деген шыдамдылық мына адамда. Таңғалып отырмын. Қатерлі ісікті алғашқы кезеңде анықтау маңызды. Ол үшін дер кезінде скринингден өту керек. Сонымен қатар онкологиялық диспансерде өткізілетін ашық есік күндері онколог мамандарға жазылусыз және тегін қаралуға мүмкіндік бар. Қатерлі ісікпен ауыру бойынша біздің аймақта бірінші орында сүт безі, екінші орында өкпе, үшінші орында колоректальды рак тұр. Ал осы сенбі 30 наурыз күні онкологиялық диспансерде колоректальды және жатыр мойны ісігін анықтау және алдын алу бойынша мамандар қабылдау жүргізеді. Шараның басты мақсаты қатерлі ісік туралы халықтың ақпараттандыруын арттыру, қатерлі ісік ауруларын ерте анықтау және алдын алу. Медициналық сақтандыру бар ма жоқ па, осыған қарамастан кез келген адам білікті маманға тегін қарала алады. Айта кету керек, анализ қорытындысы бірден дайын болады. Барлық тұрғындарды сенбі 30 наурыз күні сағат 9:00-ден 13:00-ге дейін күтеміз. Бүгінгі таңда Павлодар облыстық онкологиялық диспансерінде 13.384 пациент тіркеуде тұр. Мамандар мұндай ашық есік күндерінен бөлек өз тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша скринингден өту маңызды екенін еске салады. Себебі қатерлі ісік ерте анықталған жағдайда оны жоғары ықтималдықпен емдеуге болады. Бибінұр Хамитқызы, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстандықтар енді шет елден зат сатып алса, оны өткізу үшін салық төлейді. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің диаметриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8771 425 7002, 8771 475 7002. Павлодарда Аманат бастауыш партия ұйымдарының форумы өтті. Диалог алаңы аясында облыстың жан-жағынан келген партиялықтар тәжірибе алмасып, жаңа идеяларды ойластырып, ортақ жұмысты жетілдіру амалдарын талқылады. Павлодар облысында Аманат шаңырақ астында 49 мыңға жуық адамды біріктіретін 214 бастауыш партия ұйымы бар. Әрбіреуі өз қаласында, ауданында және ауылында маңызды саяси науқандарды ұйымдастырып, тұрғындар мен депутаттар арасындағы көпір қызметін атқарады деп айтуға болады. Форум аясында партиялықтардың жетістіктері ғана еленіп қоймай, алға қойылатын жаңа мақсаттар да сөз болды. Бастауыш партия ұйымдары партия негізі болып танылады. Бастауыш партия ұйымы ережеге сәйкес ұйымның мақсаты халық арасында партияның жарғылық мақсаттары мен міндеттерін, бағдарламалық құжаттарды түсіндіру және жүзеге асыру. Сондай-ақ партия мүшелері мен жоғары тұрған партия құрылымдары арасында тұрақты кері байланысты қамтамасыз ету. Облыстық филиалда Аманат бастауыш партия ұйымдарына қаражаттың 20% қайтару жөніндегі бастамаға егжей-тегжейлі тоқталатындығы сөз болды. Қазірдің өзінде көптеген оң нәтижелері бар көрінеді. Форумда бастауыш партия ұйымы өкілдері нәтижелі жұмыс істеу бойынша өз ұсыныстарын да енгізді. Тархан Бекешев, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстандықтар шет елде алынған заттарды шекарадан өткізу үшін салық төлеуге міндетті болады. Бұл туралы бизнес жаңалықтарында Дархан Бекешев айтады. Әріптес, сөз өзіңде. Рахмет, әріптес, армысыздар. 1 сәуірден бастап Еуразиялық экономикалық қауымдастық азаматтары шекарадан өткенде бағалы заттарды баж төлемінсіз кіргізе алмайды. Бағалар 200 бен 500 еуро аралығында орнатылмақ. Осы күні қазақстандықтар және Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың өзге ел азаматтары салмағы 31 келі алқыны 1000 еуродан аспайтын заттарды шекарадан тегін өткізу мүмкіндігіне ие болған еді. Ральф Рингер салоны көктем жаз мезгіліне арналған керемет аяқ киімдер сұрыпталымымен танысуға шақырады. Бұл жерде ерлер де, әйелдер де өзіне лайықты модельдерді табады.
Еуропалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Әсіресе жаяу жүретіндерге таптырмас сапа. Ральф Рингер салондары тұлпар сауда үйінде орналасқан 221 бутик, Артур 2-де 356 бутик және ескі Цумдағы 22 бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22 бутик бар. Павлодарлық сән қойлар үшін керемет жаңалық. Сити-центр сауда орталығындағы Glassman бутигінде 46 өлшемдегі костюмдер 69.900 теңгеден емес, енді 45.000 теңгеден қол жетімді. Оған қоса бөліп төлеуде қарастырылған керемет акция мектеп бітіруші түлектер үшін тиімді болмақ. Дүкен мекен-жай Академик Сатпаев 132 қабат. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Үздік сән үлгісін таңда. Style by Glassman. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 452 теңге, евро 489 теңге, ал рубль 4 теңге 88 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңіздер әріптес. Дархан рахмет. Павлодарда шұңқырларды жабу науқаны басталды. Көлік иелерінен келіп түскен көптеген шағымдардан кейін коммуналшылар негізгі көшелерден бастауды шешкен. Бұдан бөлек қаламызда алдағы уақытта жауын су ағатын желі пайда болады. Толығырақ алдағы сюжетте. Осы аптадан бастап қаламызда шұңқырларды жамау жұмыстары қолға алынды. Оның алдында жолдарды мак асфальтпен жамады. Материалды -10 градусқа дейін қолдануға болатын. Бүгінде ауа райы қарапайым тәсілмен жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта коммуналдық қызметтермен ыстық асфальтты пайдалана отырып, қала көшелеріндегі шұңқырларды жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл шұңқырларды жамау жұмыстары ең алдымен мына жолдың құрғаған бөліктерінде жүргізілетін болады. Бұл жұмыстар ең алдымен осы жолдың құрғаған бөліктерінде жүргізілуде. Қазіргі уақытта Назарбаев даңғылында, Қайырбаев көшесінде, Лермонтов көшесінде және Лугабай көшесінде осы шұңқырларды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мердігерлік ұйым өкілдері ең алдымен шұңқырларды тазалап, кептіріп, кейін асфальт төсеуді орындайды. Мұндай жұмыстар кезінде жол жабылмайды, тек белгілер қойылады. Бұдан бөлек, шаһар басшысы өзінің әлеуметтік желісі арқылы Павлодарда орындалатын тағы бір ауқымды жоба жайлы айтты. Облыс әкімінің тапсырмасымен біз нөсерлік кәріз жүйесінің құрылысы бойынша техникалық экономикалық негіздемесін дайындаудамыз. Бұл жұмыстарға қажетті мемлекеттік сараптаманы мамыр айының соңына дейін алуды жоспарлаймыз. Ал жылдың соңында жобалық сметалық құжаттама дайындауды көздейміз. Осы аптада орын алған суға қатысты қаладағы барлық мәселелер нөсерлі желінің жоқтығынан деді әкімдікте. Жоба мақұлданған жағдайда құрылыс жұмыстарының алғашқы кезеңі 2025 жылы басталады. Айтмұхамбет Айғожа, Асанәлі Ахметжан, Ербит телекомпаниясы. Қармен бірге жаңа балалар алаңында еріп кетті дейді Максим Горький көшесінің тұрғындары. Іргетасы сөгіліп, шағын формалар бұзылуда. Адамдар мәселе биыл шешімін табады деген ойда. Дәлел ретінде телефон камерасына түсірілген бейнені мобильді қосымша айдарына жіберді. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы ЭМИ зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Вот такая неприятность. Максима Горького, 37. Детская площадка. А вот опора. Турник. Вот так у нас в этом году все случилось. А кругом машины, машины, машины. Дети дышат выхлопами от машин. Все во благо. Надеюсь, скоро разберутся с этой ямой. И все будет хорошо. Село Евгеньевка, улица Истай. Вот такая вот дорога. Осенью засыпали глиной. Ходить невозможно. Видите, какое у нас здесь море разливанное. Вот, пожалуйста, Айманова 4, Айманова 3 возле магазина Айдын. Прям настоящее море. Машины, объезжая эту лужу, готовы нас задавить. Нас, пешеходов, на пешеходные переходы уже эти заезжают. Светофор Катаева Толстого. Каждое утро тут очередь.
примерно на квартал растягивается со стороны Катаева. А все потому, что светофор отрегулирован так, что со стороны Толстого он горит в 2 раза больше, чем со стороны Катаева. Хотя трафик, по-моему, одинаковый, даже может по Катаева больше. Прошу отрегулировать работу светофора. Павлов 111 бөлшек 2. Ну, то есть вот эти трубы, они неправильно лежат, да? Вся дышит. Этот вообще в противоток идет. Вся система, то есть неправильно здесь положена, и поэтому, то есть мы страдаем. Вот здесь вот разорвало, спасибо сантехникам, кусок поменяли, да? Здесь вот человек говорит, надо делать уклон правильный, то есть мы каждую весну теперь будем течь, получается. Она лежит на полу, труба замерзает, неправильно лежит. Уклона нет никакого. И все. И вот это вот все. И все, и вот это вот, извините, течет вода. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы Эми зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Эми зауыты Павлодарда Эльбрус маркалы заманауи ұзақ жанатын қазандықтардың жалғыз өндірушісі. Оларды кәсіби автоматтандырылған жабдықта жасайды. Барлық өнімдер жоғары сапа стандарттарына сәйкес келеді және сертификаттаудан өткен 5 жылға дейін кепілдік беріледі. 15-тен 1000 киловаттқа дейінгі қазандықтар үйлерге де, коммерциялық мекендерге де жарамды. Олар бүкіл Қазақстан бойынша сұранысқа ие. Зауыттың жеке конструкторлық бөлімі бар. Онда болашақ өнімнің сызбалары жасалады. Маңызды сәт, Эльбрус қазандықтары үстеме бағасы сатылады. Сондықтан олар нарықтық құннан 30%-ға арзан. Өйткені барлық жеткізілімдер тікелей өндірушіден келеді. Егер сіз ұзақ жылдарға созылатын сапалы өнім алғыңыз келсе, Эми зауытына хабарласыңыз. Олар орталық өнеркәсіп аймағы 230 үйде орналасқан. Толық кеңес алу үшін 8 708 306 17 18 немесе 66 04 03 нөміріне хабарласыңыз. Болмаса pzemi.kz сайтынан біле аласыз. Аулада тұрған көлікке ағаш құлаған жағдайда не істеуге болады? Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл тақырыпқа түсініктеме беруге тырысамыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнауыл қаласының РЖД медицина клиникасы. Көліктің үстіне ағаш құласа ең алдымен тәртіп сақшыларын шақыру қажет. Олар келгенге дейін көлікті орнынан қозғамаған жөн. Сонымен қатар сарапшылар барлығын бейнеге түсіріп алуға кеңес береді. Көлік сақтандырылған болса, онда компания кеңсесіне бару қажет. Басқа жағдайда шығынды өтеп алу үшін қала әкімдігіне жасыл желек кімнің теңгеріміне жататынын білуі тиіс. Бұл шараны егов порталы арқылы орындауға болады. Жауапты мекеме анықталғаннан кейін барлық дәлелдерді жинап, залалды өтеу бойынша соттың көмегіне жүгіну керек. Жоспарлы жұмыстар кестесіне сәйкес, су құбыры құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Марғұлан көшесі Толстойдан Исеналиевқа дейінгі аралықта орналасқан үйлер уақытша сусыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан кешкі 17:00-ге дейін өтеді. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнауыл қаласының РЖД медицина клиникасы. РЖД медицина клиникасында ешқандай отасы және химиотерапиясыз қуық асты безінің обырынан арылыңыз. Хайфу заманауи әдісінің нәтижесі жоғары. Ағза үшін қауіпсіз және оңалту кезеңі әлдеқайда тез өтеді. Емшараны жайлы бір орындық палатада алуға болады. Қазақстан тұрғындары үшін онлайн кеңес алу мүмкіндігі бар. 7 38 52 56 01 46 телефонына хабарласыңыздар. Немесе дәрігердің WhatsApp-на жазу үшін QR кодты сканерлеңіз. Павлодарда заманауи технологиялар мен бағдарламалау саласындағы бірегей Обилимпикс атты IT конкурс өтті. Додаға ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар мен студенттер қатысты. Біздің өңірімізде соңғы жылдары Обилимпикс халықаралық қозғалысы қарқынды дамып келеді. Бұл бастама кәсіптік бағдарлау және ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдарға арналған инклюзивті кәсіптік білім беруді дамыту құралы. Ақпараттық технологиялар колледжіндегі IT конкурсына 30 қатысушы тіркелді. Обилимпикс бұл мүмкіндігі шектеу адамдарға өзінің таланттарын және дағдыларын көрсетуге арналған байқау. Осында студенттер өзіне қарай таланттарды дамыту және инклюзивті ортасын
жасайтын. Обилимпикс қозғалысы мүгедектігі бар жандардың кәсіби тәуелсіздікке деген құштарлығын және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдардың қоғамға толыққанды интеграциялануын қолдайтынын айта кеткен жөн. Бірегей дода аясында жастар графикалық дизайн және веб-дизайн және әзірлеу санаттары бойынша шеберлік байқасты. Веб-дизайн және әзірлеу санатында қатысушылар интернет-дүкен жасау керек. Ештеңе жоқ жерден маркетплейс ұйымдастырулары керек. Оңай шаруа емес, дей тұра бұл үшін 3 сағат беріледі. Аймақтық іріктеуден өткен жеңімпаздар World Skills Қазақстан чемпионат аясындағы республикалық Обилимпикс конкурсында Павлодар облысының намысын қорғайды. Дархан Бекешев, Асанәлі Ахметжан, Ирбис телекомпаниясы. Санкт-Петерборда таэквондодан әлем кубогы ұйымдастырылды. Дүбірлі додадан павлодарлықтар 13 медальмен оралды. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Балауса Джеверлі Қазақстан бренді. Өз бейнеңізді қолдан жасалған бірегей зергерлік бұйымдармен толықтырыңыз. Барлығына арналған ұлттық нақыштағы ерекше сырға мен жүзік, нәзік алқа, сәнді білезіктер. Балауса брендімен өзіңізге ерекше бейне жасаңыз. Квазар сауда үйі, Естай көшесі 81, 2 қабат, 305А бутигі. Сондай-ақ Ақсу қаласындағы Ақсу молда, Ленин көшесі 24/1. Көп уақыттан кейін Павлодардың мұз сарайы мәнерлеп сырғанаудан ауқымды жарысты қабылдады. Дүбірлі додаға қатысам деушілердің қарасы қалың болды. Жарыс жайлы алдағы сюжетте. Жарысқа Павлодар, Астана, Алматы, Өскемен, Қарағанды, Теміртау және Қостанай өкілдері келді. Әрбір команда өзінің ең мықты спортшыларын қатыстырған. Жарыс қожайындары да тыңбай еңбек етіп, өз элементтерін дайындаған. Мен бұл спорт түрмен 2 жыл айналысып келемін. 12 жасымда коньки тебе бастағам. Бұл спорт маған қызықты. Тәртіптің арқасында түрлі элементтерді орындай аламыз. Айдында 4 жасқа дейінгі балақайлар да өнерлерін көрсетті. Ересектерден Денис Тен және Элизабет Тұрсынбаеваның академиясында білім алып жүргендер шықты. Жарыстың ұйымдастыру деңгейі жоғары. Мұндай жарысты өткізудің басты мақсаты бұл жаппай спорт түрлерін дамыту. Алдағы уақытта бұл балақайлар облыс біріншілігіне іріктеледі. Ол жақтан ұлттық құрамаға да шақырылуы мүмкін. Барлығы осындай жарыстардан басталады. Бүгін айдынға ең кішкентай спортшылар шыққан, оларға ата-аналары барынша қолдау көрсетті. Алдағы уақытта мұнда ересектер өз элементтерін паш етеді. Атырау қаласында хоккейден жастар лигасының финалдық матчтар сериясы бастау алды. Барыс жас батырды сенімді жеңіспен бастады. Елордалық ұжым қорғаныс шебіне көңіл бөліп, өз мүмкіндіктерін пайдалана алды. Қақпашы Артем Шестаков 31 соққыны қайтарып, бас қаһармандардың бірі атанды. Ал қола үшін күресіп жатқан торпедо 2 мәрте Ақтөбеден асып түсті. Бұдан бөлек Алматы қаласында ширек финалдың матчтар жалғасуда. Ирбис және Ертіс өзара мықтыны анықтауда. Павлодарлықтар жарыстың аталмыш кезеңіне алғаш рет шыққан. Мұнда оңай қарсылас жоқ. Ширек финалдың алғашқы 2 матчында қарсылас жеңісті тойлады. Сол себепті 3-ші ойынға да күш қалған емес. Ирбис бірден ойынды өз қолдарына алып, әрбір шабуылдарын нәтижелі етті. Қорытынды есеп 93-54. Показали очень хорошую командную игру и Біз жақсы командалық ойын көрсеттік. Бір мықты көшбасшымыз болған жағдайда барлығы басқаша болушы еді. Бапкердің нұсқаулықтарын орындадық. Ойын нәтижесі оның көңілінен шыққандай. Вадим Багров 17 ұпай жинап үздік ойыншы атанды. Назым Әділбеков те қалмауда. Сонымен қатар Алихан Төлеев 6 балл жинап өзінің дайындық деңгейін көрсетті. Қолдобынан арулар арасындағы ел чемпионаты жалғасуда. Командалар топтық кезең матчтарын өткізді. Енді іріктелген үздіктер медаль үшін күресін бастады. Алғашқы төрттікте Шымкент, Қостанай және Ақтөбе командалары өзара үздікті анықтауда. Жарыс қожайындары да оларға бәсекелестік танытып отыр. Шешуші кезеңде біздің қолдобы шеберлері оңтүстік өкілдерімен кездесті. Вы знаете, там... Олардың сапында бір қыз жақсы ойнайды. Барлығы пас тоған беріп, қақпадан санлау тауып отырады. Бірінші төрттіктің командалары финалға шығу үшін бар күшін аямауда. Онда әлсіз құрама жоқ.
Шымкент командасының үздік ойыншысы нөмірі 7-ші жейдені киіп алған. Шабуыл мен қорғаныс шебінде доп сол ойыншы арқылы жүреді. Бүгінде оңтүстік өкілдерінің көшбасшысын ешкім тоқтата алмады. Ол әрбір позициядан соққыларын жаудырып, үздік шабуылшы атағын қайталағысы келді. Біздің жерлестеріміз 26-да 9 есебімен ұтылды. Жартылай финалдың басқа жұбында Қостанай Ақтөбемен кездесті. Онда Батыс Қазақстандық ұжым 19-да 11 есебімен жеңіліс тапты. Константин Небельцов әлем чемпионатының қола жүлдегері. Сурдо таэквондо бойынша жарыс Қырғызстан астанасында өтуде. Есту қабілеті төмен спортшылар 22 елдің намысын қорғап жатыр. 63 келі салмақ дәрежесінде Константин Украина және Қытай өкілдерімен кездесіп жеңіске жетті. Кейін Өзбекстан өкілінен жеңіліс тапты. Жарыс жалғасуда. Алдағы уақытта кілемге басқа да жерлестеріміз шығады. Бұдан бөлек Павлодардағы шахмат үйінде белгілі жаттықтырушы Людмила Блудованы еске алуға арналған облыстық турнир басталды. Доданың ерекшелігі оған балалар мен жасөспірімдер ғана қатысады. Людмила Блудова Павлодардағы шахматшылар үшін жақсы таныс бапкер, бірқатар жұлдызды спортшыларымызды да тәрбиелеген еді. Оның құрметіне ұйымдастырылған турнирге жыл сайын өңірдің үздік деген балалар мен жасөспірімдері қатысады. Биыл 100-ге жуық зияткер тіркелген. Дәстүрлі жарысымыз кішкентай зияткерлердің шеберлігін шыңдауға мүмкіндік береді. Турнирде жеңіске жеткен баланың өзі бапкер іспеттес. 16 жасқа дейінгі шектеу бар. Сондықтан ересектер жоқ. Өзара мықтыны анықтауға мүмкіндік бар. Дей тұра жасөспірімдер арасында жоғары рейтинг көрсеткендерде кездеседі. Облыстық турнирде кішкентай зияткерлер үлкенірек қарсыластарды артта қалдырып, интрига орын алуда. Осылайша Родион Миллер мен Степан Луцик сияқты өңір намысын қорғап жүрген жасөспірімдер жарысты ерте аяқтады. Дода бірнеше күнге ұласпақ. Ал спорт әлемдегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Бүгінгі күннің маңызды ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.